Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге осындай манник дайындайтын боламыз. Ал достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет бір стакан манный крупы, оған бір стакан кефир және араластырып 30 минутқа қойып қоямыз. Міндетті түрде 30 минутқа қойып қойыңыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын қантымызды саламыз. 6 қасық қант, үлкен қасықта. Разрыхлитель, ванилин. Оннан 4 қасық, үлкен ас қасықта. 2 жұмыртқа. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Миксерсіз жай ғана осындай қасықпен араластырсаңыздар да тез араласады және бір келкі масса шығады, бірден өзі көтеріліп шыға келеді. Қараңыздар. Пирогтың массасы өзі бірден осылай өзгеріп шыға келеді. Қант ерігенше кішкене жақсылап араластырып аламыз. Сосын оны 2 бөлікке бөлеміз, бірдей етіп. 2 бөлікке бөліп, біреуіне осындай какао араластырып аламыз. Осы үлкен қасықта 1 қасық какао жетеді. Жақсылап араластырып алған соң, пирог пісіретін қалыпқа бірінші ағын, сосын шоколадмен осылай рет-ретімен салып шығып, зубочистканың көмегімен де осылай сурет салсақ болады. 180 градуста 45 минутта піседі. Піскен піспегенін осындай таяқша арқылы тексеріп отырыңыздар. Кейбір духовкаларда одан да ерте пісіп қалуы мүмкін, сондықтан өз духовкаларыңызға қарай градусын, уақытын реттеп алыңыздар, достар. Ал ас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.